Так, ассалаумалейкум баршаларыңызға. Центрифуга кілем сығатын аппарат, 2 роторный машина кілем жуатын. Және 2 ванна емкость для су құйғанға, суды шелекпен жылдам құйғанға, яғни. Одан кейін араластыратын, шампунь араластыратын бочка, шампунь. Одан кейін нелер, шелек и скребок міндетті түрде керек болады. Кез келген цехқа 2 скребок. Дәл осындай комплект болса, идеально болар цехтарыңыз. Мына цехтың размері 12-ге 16. Сушильная камера усиленный, 4,20 метр кілем жаюға арналған сушилка камера. Неше труба бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 труба бар. 500 квадраттық сушилкалар. Бұл усиленный сушилка. Яғни тек қана 4,20 метр кілемдерге жайылатын сушилка. Сушилканың жалпы размері. Так, сіздерге отток приток вентиляциясын көрсетіп кетейін. Қалай орналастырған, қалай орналастыру болады. Приток вентиляция. Жерден 1,20 метр орналасқан приточкасы и отточкасы міне тұр. Ұштан орналасқан. Мына стена разница жоқ, қоя бересіздер. Да, ширина. Ориентировочный айтқан сіздерге 5-ке 6 примерно размері. 4,5-ға 6,5 может. Плюс-минус. Осындай размердегі сушилка. 500 квадраттық кілем жаюға арналған. Так, сіздерге екінші камераға апарып көрсететін боламын қазіргі таңда. Ол камераны көреді. Одан кейін дайындайтын стол размері 5,5-ға 1,5 примерно. Роторный машина запаскада тұрады всегда. Екінші сушильный камерамыз 500 квадратқа арналған осушилка тұр тоже. Егер сушилкаларыңыз жылдам кеп тұрсын дейтін болсаңыздар, помещениелеріңіз біздің характеристикаға сәйкес келмейтін болса, осылай жасаңыздар болады. Высота потолка примерно 3,5-4 метр мұнда орналасқан. Бірақ дополнительно пушкамен ішін қыздырып береді. Яғни 40 градусқа шейін бір көтереді, одан кейін осушилканың өзі дәл алып кететін болады. Осушилка температурамен влажность көбейген осушилка. Номерге хабарласып заказ бере берсеңіздер болады. Мұнда примерно 500 квадрат метр кілем тұр. 30 квадрат метр кілемді келтіреді. Мұндағы размер 6,5-ға 6,5. Яғни арасында кілем өте көп. Қайтыңыздар ойламай қал. Кешкісін жайылады, таңертең кебеді. Бүгін жұмыс бітті, кешкі сағат 7. Ертең бет саула қаласа, азан сағат 9-да кеп бәрін шешіп алады. Бұл сушильный камера біздің характеристикаға сәйкес келмейді, бірақ шиномен қыздырып береді. Жарты сағатта қыздырады екен, ішін 26 киловатт. Одан кейін өшіріп тастайды екен, дальше қайта береді екен үйлеріне. 66% влажность, 32 температура. Мынау кілем дайындайтын үстел, кілем дайындайтын үстелге сіздерге идея болсын. Адай трубалық қойсаңыздар болады екен пакеттеріңізге. Расческа және фломастермен, пылесосымен дайын кілемдер кешегіден қалып қойыңдар, осылай дайындалады. Біз бүгін Қызылорда қаласындамыз, Интеттің кілем жуу цехындамыз. Казолюкс Қызылорда деп іздесеңіздер шығады. Өзім Қызылорда тұрсам, осы компанияға кілем жууға беретінім. Алматыда дәл бұндай жүргізіп отқан адам көрмедім мен. Инстаграмнан да, тиктоктан да, басқа жерден де. Бұлар жақсы жүргізіп отыр. Дайындайтын жері. Хабарласыңыздар, подписка бөліміне подписаться етіңіздер, астына ой пікірлеріңізді қалдырыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, хабарласып жауап береміз. Есімім Олжас болады, амандықта, солықта жолығайық. Осушительге заказ береміз десеңіздер, роторный машина, центрифуга заказ береміз десеңіздер, төмендегі номерге хабарласып заказ бере берсеңіздер болады. Амандықта, солықта болыңыздар.